Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жәмила. Мен каналымда сіздермен түрлі тағамдардың, түрлі салаттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Ендеше каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз тауық етін қуырамыз. Тауық етін жақсылап, дәмді етіп қуырып, және қытырлақ етіп қуыратын боламыз. Ендеше бастаймыз. Үй жағдайында чекен дайындаудың жолымен бөлісетін боламын. Қазір тауық етін дәмді етіп, қытырлатып қуыратын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына шейін көріңіздер. Менде 3 тауық саны. Тауық сандарымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Және де керек емес жерлерін алып тастаймыз. Бұл тағамды әсіресе балалар жақсы көреді. Балаларға жасап берсеңіздер, өте қуанып қалар еді. Менің де балаларым жақсы көреді. Және өзімізде сүйіп жейміз. Ендеше осы тағамды отбасыларыңызға дайындап қуантыңыздар. Тауық еттерін өзімізге керекті көлемде бөліп аламыз. Мен майдалап бөліп алдым. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, және де лайк басыңыздар, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін көріп, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәм керемет болып шығады. Барлығын осылай бөліктерге бөліп, шұңғылдау ыдысымызға саламыз. Себебі қазір үстінен су құятын боламыз. Осылай барлығын турап болған соң, тағы да жақсылап тазартып жуып аласыздар. Енді тауықтарымызға қоспасын дайындаймыз. Бір бас чесногымызды, сарымсағымызды майдалап турап саламыз. Және 2 қасық тұз саламыз. Және ащы болсын десеңіздер, ажигадан 2 қасық қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен салқын су құямыз, толтырып. Осылай мұздай жерге 3 сағатқа қойып қоямыз. 3 сағатта біздің тауық еттерімізге сарымсақтың, ажиганың, тұздың дәмдері сіңіп, әдемі болып маринатталады, және де дәмі керемет болып, іші толықтай пісетін болады. Тауық еттеріміз маринатталған соң, үлкендеу ыдысымызға ұнымызды елеп, тауық еттерін қолымызбен сығып, сол ұнның ішіне аунатып аламыз. Осылай барлығын суынан сығып алып, ұнымызға салып, жақсылап ұнменен араластырып аламыз. Енді тауық еттерін артық ұндарынан қағып, сілкіп, маринад суына батырып аламыз. Барлық тауық еттерін осылай маринад суға бір батырып шығамыз. Осыдан кейін үстінен ұн сеуіп, 2-ші мәрте ұнға аунатып аламыз. Алдын ала майымызды қыздырып, шетінен жақсылап қызартып, 2 бетін қуырып алатын боламыз. Міне осымен тәбет ашатын, дәмі керемет, әрі қытырлап шығатын чекендеріміз дайын болды.
Осылай жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса видеоға лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.